Баршаңызға сәлем, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі жұмсақ, дәмі өте ерекше болып шығатын оңай пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең әуелі жұмыртқаны саламыз. Үстінен қантты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, жай ғана венчиктің көмегімен жасаймыз. Қантын жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң үстіне ерітілген сары май қосамыз. Менде сары май 72,5 және 82,5% сары майларды қолданамын. Және қаймақ саламыз. Менде 20% қаймақ. Кез келген қаймақ түрлерін салуға болады. Қаймақты салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанға дейін түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Одан кейін какао қосып жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін үстіне ұнды елегіштен өткізіп қосамыз. Ұнымызды аз мөлшерде салып отырып араластырамыз. Миксерсіз-ақ өте биік әрі әдемі болып көтеріліп шығады, және де сондай бір нәзік пирог шығады. Ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді арнайы формаға үстіне пергамент қағазын төсеп, дайындап алған массамызды құйып шығамыз. Барлығын салып, етін бір тегіс етіп, тегістеп шығамыз. Және де бұл пирогтың ерекшелігі, бұның өзінің ерекше формасында. Қазір сіздерге творог қосылған салмасын көрсететін боламын. Салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға творог салып, үстіне қант салып, одан кейін қаймағымызды да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін енді арнайы осындай кондитерский мешокқа салып аламыз. Егер сіздерде бұндай мешок болмаса, кәдімгі салафанға салып жасасаңыздар болады. Енді жаңағы массамыздың үстінен осы мешок арқылы сызықтар жүргіземіз. Міне қараңыздар, осылай әдемілеп жүргізіп шығамыз. Алдын ала пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар.
қызған пеште шамамен 20-30 минут уақыт аралығында пісіп шығады. Енді ол сіздің пешіңіздің градусына байланысты. Бұл пирогымыз осындай творогпен өте ерекше дәмді болып шығады. Әсіресе ыстық күйінде ыстық шаймен керемет үйлеседі. Міне қараңыздар, біздің пирогымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, менің каналымның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, парақшама тіркеліп кетіңіздер.